Сәлем достар, привет, друзья, мерхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Сіздерге жапон қыздарының үй жағдайында күтімі, олардың мәрмәр терілерінің сыры туралы видео түсіруді жөн көрдім. Алдымен тоник жасайық. Ол үшін бізге 1 шай қасық алма сірке суы қажет. Сірке суына 3 шай қасық су қосыңыз. Сірке қышқылы теріні сергітеді, қабыршықтайды және сергітеді. Бұл бетке сау жылтырлық пен теріні жасарту әсерін береді. Біз бетімізді мақта жастықшасымен алма сірке суы тоникімен сүртеміз. Бетімізді тазаладық, ал енді бетімізге супер ағартатын маска жасаймыз. Маска үшін бізге 1 картоп қажет. Картопты майда үкіште үгіту керек. Картоп қартаю дақтары мен көздің астындағы қара шеңберді ағартады. Картоп шырыны мырыш пен темірге бай, ол қабынуды азайтады, бет түсін жақсартады және теріге сау жылтырлық береді. Бұл маска үшін бізге тек картоп шырыны қажет. Бұл масканы күн сайын қолдануға болады, өйткені оның құрамында қышқылдар жоқ. Барлық тері түрлеріне жарамды. Картопты шүберектің көмегімен сүзіңіз. Сүзілген картопты тастамаңыз. Мен сізге онымен не істеу керектігін кейінірек көрсетемін. Енді бізге күріш ұны керек. Біз күріш ұнын көз мөлшерімен саламыз, өйткені әр адамның картоп шырыны әртүрлі болады. Масканы тым сұйық етіп жасамаңыз, крем сияқты болуы керек. Күріш ұны витаминдердің, минералдардың және басқа да пайдалы заттардың қоймасы. Күріш ұны коллаген өндірісін ынталандырады және жасуша регенерациясын жеделдетеді. Бұл маскадан кейін мимика және жастық әжімдер тегістеледі, беттің сопақшасы тартылады, әдемі біркелкі тон пайда болады. Фарфор тері үшін жапон маскасы дайын. Жапон қыздарының мінсіз жас терілерінің сыры ашылды. Масканы бетімізде 30 минут ұстаймыз. Уақыт өткеннен кейін масканы алдымен жылы сумен, содан кейін салқын сумен жуыңыз. Назарларыңызға рахмет. Достар, менің каналыма жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі қызықты видеолар шығады. Әрқашанда сұлу болыңыздар. Барлығыңызға сәттілік және сау болыңыздар. Қалған сүзілген картоптан картоп котлеттерін жасаңыз.